Гостиница бөлмесінде екі дос Рой мен Лукас Алтон есімді баланы Техас штатына апарып жатқан еді. Алайда теледидардан жаңалықтар көріп отырғанда, жүргізуші Алтонды екі адамның ұрлап әкеткенін, олардың қарулы болуы мүмкін екенін хабарлайды. Жағдайдың қиындай бастағанын көрген Рой мен Лукас бөлмеден асығыс шығып, сапарларын жалғастырады. Дегенмен, қонақүйдің қабылдаушысы, оларды жаңалықтардан танып, полицияға қоңырау шалып, күдіктілердің Техасқа қарай бет алғанын айтады. Жолда Рой мен Лукас радиодан істің туралы сөз естіп, полицияны алдау үшін басқа жолға түседі. Түн батқанда Лукас көліктің шамдарын өшіріп, түнгі көзілдірігін киеді де, комикс кітабын оқып отырған Алтонға шамын өшіруді сұрайды. Бірнеше сағат өтіп, бірнеше қаладан өтіп бара жатқанда, байқалмай қалған Рой тоқтауды сұрайды. Лукас келісіп, шамдарды қайта жағады. Сол кезде жолда тұрған көлікке кездесіп қалады да, әрең бұрылып үлгереді. Бірақ қарсы бағыттан келген басқа көлік жас жүргізушінің көлігіне соғылады. Лукас жәбірленушіге көмектесу үшін жүгіріп барады. Сол сәтте полиция көлігі пайда болады. Офицер күдіктілерді бірден таниды. Ол полиция станциясына хабарласуға тырысады, бірақ Лукас қаруын шығарып шегінуді бұйырады. Содан кейін Рой мылтықпен офицерге нышан алады. Офицер қарсылық көрсетіп, қаруын шығаруға тырысады, бірақ Лукас бірінші оқ атады да, офицер құлайды. Бақтымызға орай, офицер оқ өтпейтін жилет киген еді, ал екеуі қашып кетпес бұрын ол интерком арқылы көмек шақырады. Осы арада Техаста пастор Калвин есімді діни топтың жетекшісі өзінің екі агенті Дуган мен Левиді баланы табуға жібереді. Одан кейін пастор өзінің ізбасарларымен тағы бір қызмет өткізеді де, сандарды кодты хабар сияқты оқи бастайды. Бірнеше минуттан кейін ФБР командасы агент Миллердің басшылығымен пасторды тұтқындап, ізбасарларын жергілікті орта мектепке жеткізуді бұйырады. Келген соң агент Миллер ұлттық қауіпсіздік агенттігінің талдаушысы, доктор Пол Сейверді шақырып, пасторды сұрақ қалады. Пол бөлмеге кірген бойда пастор Калвинді уағыздардағы сандық кодтар туралы сұрайды. Талдаушының айтуынша бұл сандар үкіметтік кодтар болып, жоғары құпия ақпаратты қамтиды. Бірақ пастор бұл кодтардың өзінен шықпағанын, паранормалды қабілеттері бар Алтон есімді баладан келгенін айтады. Ол сондай-ақ баланың бірнеше тілде сөйлейтінін, және радиодан тіпті спутниктерден берілетін хабарларды қабылдай алатынын айтады. Баламен кездескеннен бері пастор оның білімін пайдаланып, дін құрып, оны асырап алған ұлындай күткен. Бірақ бірнеше күн бұрын баланың биологиялық әкесі Рой Томлин оны алып кеткен, сондықтан пастор Алтонды тауып, қызметін жалғастыруы керек. Алыста Рой мен Лукас Алтонды досы Элвиннің үйіне апарып, түнеуді ұсынады да, барлық есіктер мен терезелерді пердемен жабады. Алтон жарыққа өте сезімтал болғандықтан үнемі қорғаныс көзілдірігін киеді, және күн сәулесін ешқашан көрмеген. Ақырында бала ұйықтайды, ал әкесі демалуға тырысады, бірақ түн ортасында үйді жер сілкінісі шайқайды. Рой ұлының айқайын естіп, бөлмеге жүгіреді де, Алтонның транс күйінде тұрғанын көреді, оның көзінен шыққан сәуле оны ұрып жатқан еді. Баланың әкесі ойланбастан ер адамды соққымен құлатып көзінде қатты ауырсынуды сезінген ұлын құшақтайды. Техаста Пол діни культ мүшелерін сұраққа алуды жалғастырады, бала туралы көбірек ақпарат сұрайды. Олардың айтуынша, Алтон көзінен шыққан энергия басқа адамға тигенде түсіндіре алмайтын көріністер тудырады. Шіркеу мүшелерінің бірі көргенін толық түсінбесе де, баланың жанында болудың жайлы сезімін есіне алады. Ақырында Пол уағыздарда жиі кездесетін наурыздың 6-шы күні не болатынын сұрайды. Жас әйел бұл күні сот күні болатынын, тек Алтонға жақын адамдардың құтқарылатынын айтады. Пол күмәнданады, бірақ топтың қалғанын сұраққа алуды жалғастырады. Ал сұрақ алынғандар босатылады. Олардың арасында Дуган мен Леви босатылып, пастор Калвиннің бұйрығымен Алтонды іздеуге аттанады. Келесі күні таңертең бала оқиғадан кейін өзін жақсы сезінеді. Лукас полицияның күдігін тудырмас үшін Алтонға басқа киім кигізеді. Барлығы дайын болған соң Рой Элвинге қарап, баланың көзіне қарамауы керектігін айтады. Элвин өзін ақтауға тырысып, Алтонның көзін қайта көру керектігін айтады, бірақ Рой тәуекел ете алмайтынын айтып, қаруын шығарады. Бірнеше сағаттан кейін үшеуі сапарды жалғастырады. Алтон супермен комикстермен алаңдап отырады. Рой супер қаһармандарды ақымақтық деп ойлағанымен, бала суперменнің үлкен жанкүйеріне айналған, ол басқа планетадан келіп, күн сәулесінің арқасында күшейген.
Әңгімелерді оқып отырып, Алтон басқа тілде сөйлей бастайды, мағынасы сөздер айтады. Бірақ Рой ұлының радио жиілігін қабылдап жатқанын айтады. Лукас стансаны ауыстырған бойда Алтон қабылдаған хабарды табады. Бұл Лукасты баланың қабілеттеріне таң қалдырады да, олар жанармай құю стансасына тоқтағанша сапарды жалғастырады. Рой бұрынғы әйелі Сараға қоғамдық телефоннан қоңырау шалып көмек сұрайды. Осы арада Алтон көліктен шығып, аспанға қарайды. Сол кезде бір әйел пайда болып, жалғыз ба деп сұрайды. Баланың көліктен шыққанын көрген Рой жүгіріп келіп, әйелге алаңдамауды, өзінің баланың әкесі екенін айтып, оны фургонға апарады. Ақырында Рой Алтонға көліктен жалғыз шықпауды ескертеді. Бала кешірім сұрайды, бірақ көп ұзамай аспаннан қоқыс пайда болып, метеорит сияқты жанармай стансасына құлай бастайды. Уақыт жоғалтпай Рой Лукасты тезірек қашуды бұйырады. Үшеуі Сараның үйіне қарай бет алады. Бұл оқиғаны Алтон тудырған сияқты, бірақ бала әлі өз күштерін басқара алмайды, сондықтан денесі зардап шегеді. Алтон мұрнынан және құлағынан қан аға бастайды. Әкесі оған көмектесуге тырысады. Бірнеше минуттан кейін олар Сараның үйіне жетеді. Ол ұлын ұзақ уақыт көрмеген соң қуанады. Алтонның күштері күшейгенде Сара шыдай алмай, отбасын тастап кеткен сияқты. Бұл шешім оған үлкен кінә сезімін тудырған, сондықтан оны өтеу үшін баланы күтуге көмектесуге уәде береді. Алтон ұйықтаған бойда Сара ұлының бірдеңесі дұрыс еместігін байқап, Ройдан қайда бара жатқанын сұрайды. Ол бірнеше күн бұрын Алтонның көрсеткен координаталары бойынша наурыздың 6-сында сол жерге жету керектігін айтады. Не болатынын нақты білмесе де, Рой ұлын сол жерге апарып, барлығы ашылады деп ойлайды. Дегенмен сол күнге 3 күн ғана қалған, Рой Сараның үйінде түнеп, түн батқанша күтуді шешеді. Олар білмейтін жайт Дуган мен Леви қарумен қаруланып, топтың ізін қуып келеді. Олар Сараның анасының үйіне барады, өйткені ол балалардың қайда екенін білуі мүмкін. Одан кейін олар соңғы сәтте Ройдан аман қалған қарияның үйіне барады. Ер адам топтың фургонымен кеткенін айтуға мәжбүр болады. Дуган мен Леви олардың ізіне түседі. Олардан басқа агент Миллер мен доктор Пол баланың салдарынан дерлік қираған жанармай стансасына келеді. Сол жерде радиоактивті қаруды анықтайтын американдық спутниктің бөліктері түскені анықталады. Барлығы баланың себеп болғанын көрсетеді. Агент Миллер Полды істің маманы етіп тағайындап, баланы қадағалаудың жолын табуды тапсырады. Пол келіседі, бірақ радиация шығарылымы жоқ. Тек спутник құлаған сәттегі жоғары температура көрсеткіштері бар екенін айтады. Сонда да талдаушының ойы бар, ол жылу өзгерістерін түсіретін дрон сұрайды. Осы арада Алтон ұйықтап жатады. Сара Лукастың сапарға басқа көлік дайындағанын көреді. Ол қалай араласып қалғанын сұрайды. Лукас полиция офицері болғанын, Ройдың балалық шақтағы жақын дос екенін айтады. Дегенмен ранчоға көшкенде екеуі алыстап кеткен. Бірнеше күн бұрын Рой ұлымен келіп көмек сұраған. Сол сәтте Лукас Алтонның көзіне қарап, көрініс көрген, содан бері баланы қорғауға ант берген. Ақырында көлік дайын болған соң үшеуі түн батқанша күтіп, Алтонды межесіне апарады. Жолда Сара жанармай стансасындағы спутниктің құлауы Алтонның ісі ме деп сұрайды. Бала иә деп жауап береді, бірақ оны билікті алдау үшін жасаған олар спутник арқылы бақылап тұрған. Бұл Сара, Рой мен Лукасты баланың күштеріне таң қалдырады, бірақ кенеттен бала көлікте өзін нашар сезінеді. Рой Лукасқа тоқтауды айтады. Алтон тыныс ала алмайды, Сараның көмегімен қалыпқа келеді. Бірақ бірден бала қолын қимылдатып, көзінен жарқын сәуле шығарып, бүкіл көлікті жарықтандырады. Рой мен басқалар бірнеше секунд соқырланып қалады. Алтон әлі тыныс алу қиындығымен көліктен шығады. Көзі қалпына келгенде Сара ұлына көмектесуге тырысады. Лукас ауруханаға апарайық дейді, бірақ Рой бас тартады, өйткені баланы билік алып қояды. Екеуі дауласады, бірақ Алтон тоқтатып, қазір қашу керектігін айтады, өйткені олар келе жатыр. Сара кім туралы деп сұрайды. Бала аспанға нұсқап, бұлттарды тесіп тұрған жарқын жарықты көрсетеді. Түсіндіруге уақыт жоқ. Бала Лукас пен Сараға жасырынуды айтады, ал Рой оны дала арқылы апарады. Баланың әкесі келісіп, оны қолтығына алып, жолдан шығады, ал Лукас пен Сара түнеуге қонақ үй табады. Осы арада Алтон мен Рой дала арқылы жүріп, үңгірге жетеді, онда түнейді. Бала таң атқанша күтуді айтады. Ройды таң қалдырып, әкесінен күнді бірінші рет көруге рұқсат сұрайды. Рой жарықтың өлтіруі мүмкін екенін біліп, бас тартады, бірақ Алтон қажеттігін айтып талап етеді.
Екеуі үңгірде түнейді. Күн шыққан сәтте, бала әкесінен оны далаға шығаруды сұрайды. Алтонның денесі жарықтана бастайды. Алғашқыда көзінде қатты ауырсыну болады, бірақ Супермен комикстеріндегі сияқты күн сәулесі оған күш береді. Бұл жинақталған энергия қоршаған аймақты қамтитын күш өрісі түрінде шығады. Жақын маңдағы қонақ үйде Лукас пен Сара екеуінің қайтуын күтіп, барлық есіктер мен терезелерді жауып отыр. Кенеттен есік қағылады. Ашқан кезде Рой мен Алтонды табады. Бала өзін әлдеқайда жақсы сезінеді. Бала күн сәулесінің арқасында энергиясын қалпына келтіргенін, кім екенін анықтағанын айтады. Алтон біздің әлемнің сыртында жарықтан жасалған тіршілік иелері бар, параллель өлшем бар екенін айтады. Рой әңгімені растап, Алтон энергиясын шығарған сәтте, сол тіршілік иелерін көргенін айтады. Күш өрісі сол әлемге портал болады. Дегенмен Алтонның өтуінің жалғыз жолы уәде етілген күні, дұрыс координаталарға жету. Барлығын естіген Лукас баланы көмектесуге қайта уәде береді, ал Сара ұлынан қайта айырылудан қорқып, уайымдайды. Сонда да уақыт жоқ, топ жолға шығуға дайындалады, бірақ шығарда Лукас мылтық оғына ұшырайды. Сол сәтте Дуган Левимен бірге пайда болып, баланы талап етеді, бірақ Рой қаруын шығарып, атыс басталады. Дуган оқ тиеді, бірақ әлі қарсыласады. Леви досына көмектесіп, Рой мен Лукасты құлатып, қолдарын байлайды. Содан кейін ер адамдар қонақ үй бөлмесіне кіріп, Сараның ұлымен ваннада жасырынып тұрғанын табады. Сол кезде Алтонның көзі жарқырай бастайды. Леви бетін шүберекпен жауып, Сараны ваннаға байлайды. Ақырында Леви мен Дуган баланы алып кетеді, бірақ Сара бар күшімен босанып, Ройдың байлауын шешуге барады. Бақтымызға орай, Лукас киім астында оқ өтпейтін жилет киген, атыстан аман қалады. Дегенмен Алтон әкетілген, үшеуі көлікке жүгіріп, қылмыскерлердің артынан қуады. Рой жолда жылдамдықпен жүріп бара жатқанда, әскери топтың жолы жауып тұрғанын табады. Әскерилер кезекке тұруды бұйырады. Күдік тудырмас үшін Рой мойындап, басқа көліктермен баяу жылжиды. Бірнеше метрден кейін олар Дуган мен Левидің баланы тасымалдаған пикапты табады, бірақ көлік бос. Терезелерде қан дақтары бар, Алтонның ізі жоқ. Рой мен Сара ең жаманы болды деп қорқады, бірақ әскери тосқауылдан өтіп, жалғастырады. Түн батқанда Сара Ройдың жарасын емдеуге көмектеседі. Лукас баланың билікке алынғанын айтып, жаңалықтардан білу керектігін айтады. Бірақ Рой кеш екенін айтып, ұлын қорғай алмаған үшін өзін кінәлайды. Лукастың күдігі рас, бала ФБР-ға алынған, құпия зертханаға жеткізілген, онда команда сұрақ ала бастайды. Алтон компьютері бар бөлмеге қойылып, сигналдары тіркеледі. Сұрақ алу ортасында Пол бөлмеге келеді. Адамды көрген бала Пол Сейвермен істі зерттеуге жіберілген ұлттық қауіпсіздік агенттігінің талдаушысымен сөйлескісі келетінін айтады. Пол таң қалады. Команда екеуін жалғыз қалдырып көбірек жауап алуға келіседі. Барлығы шыққан бойда Алтон күшін пайдаланып, қауіпсіздік камераларын бұзып, бөлмедегі баланың отырғанын көрсетеді. Одан кейін Алтон есіктің электр құлпын іске қосып, Полды жақындауды сұрайды. Баланың күштеріне қарап, адам келісіп, оған шабуыл жасайма деп қорқып, баяу жақындайды. Ақырында Пол баланың қарума, әлде діни культ адамдары айтқандай құтқарушы ма деп сұрайды. Бірақ Алтон екеуі де емес екенін, басқа әлемнен келгенін айтып, сол жерге тезірек жету керектігін айтады. Оны дәлелдеу үшін бала көзінен бірдей жарық шығарып, бүкіл бөлмені қамтиды да, Полға бірінші рет көру мүмкіндігін береді. Сол сәтте қалада Рой жолда не істерін білмей жүргенде, қоғамдық телефоннан қоңырау естиді. Жауап бергенде Полдың даусын естіп, баланың өзінде екенін, ата-анасына қайтаратынын айтады. Ол сондай-ақ Алтонның хабарын шешіп, келесі күні бару керек жердің координаталарын жазып алғанын айтады. Наурыздың 6-шысы, уәде етілген күні, Алтон тұрақтағы көлікті көріп, күшін пайдаланып, қауіпсіздік есіктерін ашып, көлікті іске қосады. Полды көргеніне сенбейтін күйде қалдырады. Осы арада агент Миллер мен қалған ФБР баланың базаның барлық қуатын өшіргенін көріп, оны және Полды сыбайлас деп ойлап, әскерилерді қууға жібереді. Келесі күні таңертең үлкен күн келеді. Рой, Лукас пен Сара келісілген жерге барады. Онда Алтон Полмен бірге тұрады. Ол әскердің қайда бара жатқанын білетінін, бірнеше сағатта бүкіл аймақты әскери тосқауылдар қоршайтынын ескертеді. Сонда да Алтон қауіпсіздікті өтуге көмектесе алатынын айтады. Топ мәселені бір жола шешуді ұйғарады. Пол олармен бірге барғысы келетінін, не болатынын көргісі келетінін айтады. Бірақ Рой қатыспағаны дұрыс деп ойлап көмегі үшін алғыс айтады.
Шығарда Пол Лукастың полиция офицері екенін, қалтасындағы кісенді көріп, қарызға сұрайды. Осылайша топтың тұтқындағанын көрсетіп, айыптан құтылады. Лукас келісіп, кісенді Полға береді. Ол қолын артына байлап, әскердің келуін күтеді. Одан кейін топ белгіленген жерге аттанады. Бірақ алдымен ескі магистраль жанындағы далада соңғы тоқтайды. Онда Рой Алтон мен Сараны жилетпен қорғап, отбасы құшақтасады. Содан кейін соңғы межесіне бет алады. Одан кейін Рой Лукаспен сөйлесіп, жеткілікті еткенін, өз жолымен кетуін айтады. Бірақ полицей бас тартып, соңына дейін баратынын айтады. Төртеуі жолға шығады. Алтон меженің жақындағанын айтады. Дегенмен Пол ескерткендей, өту жолы әскери тосқауылмен жабық, қарулы әскерилер тікенді сым қоршаудың алдында тұрады. Сонда да Рой бас тартпайды. Алтон әскердің коммуникаторынан қоңырауды қабылдап, жоғары бұйрық бойынша күдіктілер бірінші атпаса, оқ атпау керектігін айтады. Бұл туралы біліп, Рой мен Лукас қаруларын төмен түсіріп, тосқауылға қарай жылдамдықпен беттейді. Оқ аталмаған әскерилер шегінуге мәжбүр болады. Көлік тосқауылдан өтіп, жолдағы белгінің алдында тоқтайды. Топ бұл кедергіден өтеді, бірақ сым көліктің шиналарын тесіп жібереді. Сонда да Алтон жердің жақын екенін айтып, анасымен дала арқылы жүгіреді. Ал Лукас пен Рой жақындап келе жатқан әскерилерді алдау үшін жолмен жалғасады. Осының арқасында Алтон мен Сара координаталар көрсеткен жерге жетеді. Бала жалғыз барады да, күнге тигенде бірдей энергия өрісін шығарады. Ол бүкіл аймаққа тарайды. Осы арада Рой мен Лукас қууда жылдамдықпен жүріп бара жатқанда энергия өрісін көреді. Ішінде алып құрылымдар пайда болады. Алтон шығарған энергия өрісі оның әлемін барлығына ашады. Бала алдында үлкен баспалдақты көреді. Сол сәтте Рой мен Лукас көргеніне таң қалады. Алдыңғы қосалқы шиналар сынып, көлік жол ортасында аударылады. Бақытымызға орай, екеуі аман, әскерилер оларға көмектеседі, бірақ көргендеріне сене алмайды. Энергиясын пайдаланып, әлеміне портал жасаған соң, Алтон мен Сара жарықтан жасалған тіршілік иелерін көреді. Олар Алтонды шақырып тұрған сияқты. Қоштасар алдында бала анасына күлімсіреп қарайды. Қоштасудан кейін күш өрісі жоғалады. Бала басқа болмыс жазығына кетіледі. Барлығынан кейін Сара жылайды, бірақ ұлының жақсы жерде тұратынын біледі. Ал Рой мен Лукас көліктен шығарылып, билікке алынған, бірақ миссиясын орындағандықтан тыныштықта. Кейін Лукас сұрақ алуға алынған детектив бала мен анасының қайда кеткенін сұрайды. Бірақ Лукас білмейтінін, Алтонның олардың қол жетпейтін жерде екенін айтады. Детектив жауапқа қанағаттанбай, сұрақ алуды жалғастыру үшін маманды шақырады. Пол пайда болып, протокол бойынша сұрақ алуды бастайды, бірақ ол мен Лукас шындықты біледі, Алтон қауіпсіз. Алыста Сара биліктен қашып, қонақ үйде тұрады. Барлығына қарамастан күлімсірейді, өйткені ұлына соңғы сәтте көмектесе алған, содан кейін жаңа өмір бастаудың белгісі ретінде шашын қысқартады. Ал Рой әскердің тұтқынында қалады, басындағы сенсорлар талдауға қойылған. Ол сыртқа шығып, аспанға қарайды, онда жарқын жарық көреді, ол ұлын еске түсіреді. Бір сәтке оның көзі Алтонның энергиясына ұқсас жарық шығарады. Рой да ұлы тұратын сол әлемнің бөлігі